Қымбатты оқушылар, қош келдіңдер. Бүгін 2-ші сыныптың математика сабағынан көбейту амалының компоненттері арасындағы өзара байланыс деген 75-ші сабағымызды қарастыратын боламыз. Бұл сабақта қарастырмас бұрын каналға подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Енді бұл есепте сендер көбейту амалының компоненттері арасындағы өзара байланысты білетін боласыңдар. Енді міне бірінші есептің астында былай дейді: сурет бойынша көбейтінді құр және оның мәнін тап. Осы теңдіктегі сандар нені білдіреді дейді. Әсіншісі көбейтуді қосумен алмастыр, өрнектердің мәнін тап дейді. Яғни үлгі беріліп тұр. Сол үлгіге сәйкес астындағы сандарды есептеуіміз қажет екен. Алдын ала рахмет айтамын, лайк басып, комментарий жазып отырыңдар. Яғни бірінші есепте біріншісінде бізде екі топқа біріктірілген 5-5-тен үшбұрыштар бар екен. Олай болса, біз оны көбейту ретінде 5 көбейту 2 тең 10 немесе 2 көбейту 5 тең 10 деп жаза аламыз. Ал оны қосуменен 5 плюс 5 немесе 2-ні өзіне-өзін 5 рет қосу арқылы жаза алады екенбіз. Астыңғы есептерді үлгі бойынша жазып қойдым. Содан қарап алсаңыздар болады. Екінші есепте әр бағандағы бірінші теңдіктің мәнін қолдана отырып, екінші теңдіктің мәнін тап дейді. Яғни бұл жерде 8 көбейту 2 тең 16 деп беріліп тұрса, 8 көбейту 3-те осы теңдікті қолданып қалай шығарады екенбіз? Соны қарастыруымыз керек екен. Ал үшінші есепте теңдікті оқы дейді. 4 көбейту 2 тең 8 көбейту амалының компоненттерін ата дейді. Яғни көбейтіндінің 8 дегеніміз көбейтіндінің мәні болады. 4 дегеніміз бірінші көбейткіш, 2 дегеніміз екінші көбейткіш болады. Ал 4 көбейту 2 тең 8 дегеніміз бұл теңдік болады екен. Ал 8 дегеніміз ол көбейтіндінің мәні екен. Осыларды қолдана отырып, мына асыншы, әсінші амалдарды орында дейді. Енді бірінші екінші есепті қарастырып алатын болсақ, 8 көбейту 2 тең 16 болатын болса, 8 көбейту 3 дегенде біз 16-ға 8-ді қосып 24 деп табалымызға болады. Сол секілді 3 көбейту 6 18 болса, 18-ге 3-ті қосып 21 деп шығарамыз. 6 көбейту 5 30 болатын болса, 6 көбейту 6 ол 36-ға 6-ны қосып 36 деп жазуға болады екен. Енді үшінші есепті қарастырсақ, мен жаңа сендерге айтып кеттім, 4 көбейту 2 тең 8 оның ұқсап тұрады да, 8 бөлу 4 ол деген 8-ден 4-ті 2 рет ал, 8 бөлу 2 деген ол 8-ден 2-ні 4 рет ал дегенді білдіреді екен. Төртінші есеп жазбаны пайдаланып есеп құрастыр дейді. Бұнда шешуі 4 көбейту 5 тең 20 кг, жауабы 20 кг дейді. Оған мына секілді есеп құрастыруға болады екен. Арман әрқайсысы 5 кг болатын 4 қарбыз алды. Барлық қарбыздың массасы қанша? Яғни 4-ті 5-ке көбейтіп 20 кг, жауабы 20 кг деп жазуға болады екен. Бұл каналда бірінші және 9-шы сынып аралығындағы барлық сыныптардың математика пәнінің сабағы көрсетіліп түсіндірілетін болғандықтан, сыныптастарыңмен, достарыңмен және аға-әпкелеріңмен де бұл каналдың ссылкасымен бөліссеңіздер болады. 5-ші есепті қарастырайық. Өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. Міне үлгі беріліп тұр. Сол бойынша 5 көбейту 3 және 4 көбейту 3 дегендерді табуымыз қажет екен. Сонымен қатар бұл каналда барлық бөлімдер бойынша БЖБ және ТЖБ лардың да талдауы көрсетіледі. 5-ші есеп. Яғни міне алдымызда үлгі тұр. Сол үлгіге қарап жазайық. 5 көбейту 3 деген бұл 5-ті өзін-өзін 5 рет қос деген сөз, яғни 15-ті білдіреді. Ал 15-ті 3-ке бөлсек 5, 5-ге бөлсек 3 болады екен. 4 көбейту 3 деген 4-ті өзін-өзін 3 рет қосамыз, яғни 12-ге тең. Ал 12-ні 3-ке бөлсек 4-ке тең, 12-ні 4-ке бөлсек 3-ке тең болады екен. Бұл нені білдіреді? Яғни көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлсек екінші көбейткіш шығады, екінші көбейткішке бөлетін болсақ бірінші көбейткіш шығатынын көрсетеді. 6-шы есептемей ақ салыстыр дейді. 7-ші амалдарды орында дейді. Енді есептемей ақ салыстыр дегенді қарастырғанда бұл жерде 3 көбейту 7 және 7 көбейту 3 деген беріліп тұр екен. Бұл дегеніміз не? Яғни екі жағы да тең. Себебі көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Олай болса, бұлар бір-біріне тең болады екен. Ал 8 көбейту 3, 8 көбейту 2, 3 жағы көп болғандықтан
3 деген 2-ден артық болғандықтан сол жағы үлкен болады. 6 көбейту 3, 6 көбейту 5. 5 3-тен артық. 3 көбейту 5, 3 көбейту 4, 5 4-тен артық. Ал енді 5 метр 6 дециметрге міне қосамыз. Бұнда 14 метр 5 дециметр болады. Ал тәулікке айландырған кезде біз сағатты бірінші 24 сағат деп тәулікті сақтап алады екенбіз. Егер балалар түсініксіз болып жатса, немесе видеолар тезірек жүріп кеткен жағдай болса, түсінбесе, видеоны қайтадан артқа қарай қайырып, тоқтатып қойып, көріп, жазып алуларыңа болады. 8-ші есеп, мына шаршылардың орнына тиісті санды қой дейді. Яғни міне 21, 21-ді 3-ке бөлім 7, 21-ді 7-ге бөлім 3 деп шығарады екенбіз. Енді соңғы есеп бізге ойлан тап дейді. Міне сандар беріліп тұр. Осы жасырынған мақалды оқы дейді. Ол үшін сары түсті жолақшалардағы сандарды көбейтіндінің мәні деп сандап, кестеден оларға сәйкес әріпті тап дейді. Мысалы 6 дегеніміз ол 2 мен 3-тің көбейтіндісі. Яғни 2 мен 3-ті қиылыстыратын болсақ, бізде деген әріп шығады екен. Кестеден осы көбейтіндінің мәніне, яғни 6-ға сәйкес әріпті табамыз. Ол әріпі дейді. Олай болса, міне осы біз кестеге қарап отырып, 6 еге 2 деген ыңға, 4 деген Б, 8 деген К, 10 деген Ж екенін таптық. Олай болса, оның әріптерін үстінен сөз құрайтын болсақ, бізде еңбек бәрін жеңбек дейді. Шынымен де балалар, еңбек етсек, әрқашанда біз оның жемісін көреді екенбіз. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңдар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар.